Математика пәні тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгін сен баған түрінде есептеуді үйренесің. Бүгін сен екі таңбалы сандарды баған түрінде қосуды үйренетін боласың. Екі шарды таңда. Жасыл және күлгін түсті шарды таңдап алдық. 34 қосу 25. Назар аудар. Бірліктер бірліктердің астына, ондықтар ондықтардың астына жазылады. Баған түрінде қосу әрқашанда бірліктерден басталады. 4 қосу 5, 9. 9-ды бірліктердің астына, сызық астына жазамыз. Ондықтарды қосамыз. 3 ондыққа 2 ондықты қоссақ, 5 ондық шығады. 5-ті ондықтардың астына жазамын. Жауабы 59. Азайту бұл қосу амалына кері амал. 59 санынан 25-ті баған түрінде азайтамыз. Назар аудар. Азайтқан кезде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылады. Баған түрінде азайту әрқашанда бірліктерден басталады. Бірліктерді азайтамыз. 9 азайту 5 тең болады 4. 4-ті бірліктің астына, сызық астына жазамыз. Ондықтарды азайтамыз. 5 ондықтан 2 ондықты азайтамыз. 3 ондық шығады. 3-ті ондықтардың астына жазамыз. Жауабы 34. Баған түрінде қосуға мысал қарастырайық. Мысалы 24 қосу 13. Баған түрінде жазамыз. 24 қосу 13. Балалар, міндетті түрде әр санды әр клеткаға бөлек жазу керек. Астын міндетті түрде сызамыз, қара қарындашпен. Бірінші бағандап қосқан кезде бірліктерден бастайсыңдар. Мұндағы бірлік 4 және 3 саны. 4-ке 3-ті қосамыз, болады 7. Келесі ондықтарды қосамыз, 2-ге қосамын 1, болады 3. Мәні 37, яғни 24-ке 13-ті қосқан кезде болады 37. Баған түрінде азайтайық. Мысалы 57 азайту 13. Баған түрінде жазамыз. 57 азайту 13. Әр санды әр клеткаға міндетті түрде бөліп жазу керек. Астын қарындашпен сызасыңдар. Бұнда да оқушылар, біз бірліктерден бастап азайтамыз. Яғни бірінші 7-ден 3-ті азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтқанда мәні 4. Келесі ондықтарды азайтамыз. 5-тен 1-ді азайтамыз, болады 4. Есептің мәні, яғни 57-ден 13-ті азайтқан кезде 44 екен. Балалар, ойын ойнайық. Әр шарда баған түрінде есептеулер берілген. Қайсысы дұрыс шығарылғанын тауып көр. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 19-ы, үй жұмысы,
Номер 3 тапсырма 19 бет. Баған түрінде жазып, есепте. Номер 5 тапсырма 19 бет. Есептің қысқаша жазылуын жазып, оны шығар.